Батыс Қазақстан облысы 2024 жылы республика бойынша су тасқыны салдарынан ең көп зардап шеккен облыс. Осы ретте Аманат партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесі жедел әрекет ету, тұрғындарға материалдық, моральдық, заңгерлік көмек көрсетуде алдыңғы шептен табылды. Алғашқы гуманитарлық көмекте қоғамдық қабылдау бөлмесінде жиналды. Жедел түрде Сырым, Қаратөбе, Бөрлі, Теректі аудандарына алғашқы гуманитарлық көмек жолданды. Сонымен қатар Орал қаласының маңайында орналасқан 10 мыңнан астам саяжай тұрғындарына гуманитарлық көмек беру пункті де қоғамдық қабылдау бөлмесінің базасында жасақталды. Қоғамдық қабылдау бөлімінің қызметкерлері демеушілерді тарту есебінен эвакуациялық пунктте қоныстана алмайтын әлеуметтік осал 25 отбасыға 2 айлық пәтер ақыларын төлеп берсе, ыстық жүрек қайырымдылық қорын тарта отырып, қоғамдық қабылдау бөлмесінен көмек сұрап келген 320 отбасыға 200 мың теңгеден уақытша пәтер ақыларын төлеп берді. Су тасқыннан соң Батыс Қазақстан облысы бойынша барлық 12 ауданда мобильді қабылдаулар ұйымдастырылып, 128 тұрғынға түрлі бағытта кеңестер берілді. Еңбектен сұрақ теңіз балдарымыз бізге. Шыны керек. Қауқарына бастаған. Көп жұмыс жасадыңыздар. Кеше ел болып бәріміз мемлекет басшысы бастап, жақта облыстар біздер, облыстың басшылары бәріміз болып, елдалық балдық, халық болып, соның ішінде өздерін басты. Мынау гуманитарлық келген көмектер, өте үлкен көмектер келді жан-жақтан. Оның бәрін тарату, оның бәрін жеткізу оңай емес. Қалай ұрыста естіп жатқандарсыздар, қалай ренжісте де естіген боласыздар. Ол халыққа деген оның бәрін таратып жеткізіп беруде оңай болмады. Соның бәрін кәдімгі бір кісіде атқарып шықтыңыздар. Сондықтан кейін рахмет айтып дейік. Қолымыздан келеді сол жылы сөзіміз ең болмаса балдарымызға ектеп келіп тұрмыз. Сондықтан баршаңызға мен шексіз басымды иіп алғыс айтамыз. Аман жүріңдер. 5360 отбасыға біздерде қашықпен келеді расфасовка осы жастардың арқасында. Өзіміз газель ұйымдастыру, оны түсіру, грузчиктер, оны расфасовка, оны пакет. Бәріміз бір үйдің балдарындай жұмыс істедік енді. Балдарымызға да Қыздар ең кішкентай 15 жастан міне біздің жастар рухының еріктілері. Қыздарымыз мына тұр ғой бәрі. Олар қалай көтерілді мен таңғаламын. Батырлар деп айтып жатқанымыз сол мұны.